Одан кейінгі біздің соқталатын кездесу осы прелимдардағы ең соңғы кездесу болмақ. Ерлер арасында 205 фунт салмақта жартылай ауыр салмақта өтетін бұрынғы топ 10-ға кірген шотландиялық Пол Крейг пен оның қарсыласы бразилиялық Родольфо Беллато арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік бразилиялық жауынгер Беллатоны фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Родольфо Беллатоның әрбір жартылай ауыр салмақта өнер көрсететін жауынгерлер секілді қарсыластарын нокаут пен техникалық нокаутқа құлататындай күшінің зор екендігін білеміз. Сонымен қатар, бұл жауынгердің әрбір бразилиялыққа тән джиу-джитсуның жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Ал Пол Крейгқа келетін болсақ, бұл шотландиялық жауынгердің жалпы джиу-джитсу мен грэпплинг стилі ең жоғары деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар, бұл жауынгердің жалпы күрес стилінде жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша, мен де сарапшылардың пікіріне қосыла отырып, Родольфо Беллато Пол Крейгтің UFC-дағы жеңілісін одан ары жалғастырып, бұл кездесуде техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін.